Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Бүгін қозғалатын мәселеміз қарыз. Қарызды қалай қайтарам деп жүрген адамдар көп шығар. Уақытысында беріп, тілхатпен беріп, тілхатсыз беріп. Сол мәселе қазір өзекті болып отыр. Осы мәселені шешудің бірден бір жолы бұл медиация. Медиацияда бұл медиатор екі тарапты отырғызып, оларды тыңдап, оларға өзара тиімді шешу жолын ұсынады. Яғни медиация шартында ақша қалай алынды, қашан қайтарылады, мерзімдермен барлығы толыққанды жазылады. Тараптар сөйтіп қол қояды. Сөйтіп қарызды өтеудің, қайтарудың бірден бір жолы ашылады. Сол үшін медиация қазіргі таңда өте тиімді пайдаланып жатыр. Кез келген сотқа барсаңызда, сот тарапынан бірінші медиация ұсынылады тараптарға. Сол үшін сіздер соттаспай-ақ, бір-бірлеріңіздің жүйкелеріңізді шаршатпай-ақ, бір-біріңізден қашпай-ақ, осындай мәмілеге келіп медиацияға сөйтіп қарыздарыңызды өтеп қайтарып алсаңыздар болады.